мен үйленемін деп ешқашан ойламадым. Үйленсем де әйелімнің қолынан ұстай алмаймын деп ойладым. Бірақ бүгін мен оның қолын емес, жүрегін ұстау керек екенін түсіндім. Сондықтан сіз өміріңізде не маңызды екенін білуіңіз керек. Қол немесе жүрек, аяқ немесе жан. Қазір үлкен ұлым 3 жаста, бойы менен үлкен. Балам жыласа, мен құшақтай алмаймын. Ол өзі келіп құшақтайды. Міне сізге дәлел. Армандар орындалады. Бақыты уақытша нәрседен іздесеңіз, ол уақытша болады. Бала кезімде ештеңеге жетпейтініме өзімді сендірдім. Сен ешқашан бақытты бола алмайсың. Беріл дедім. 10 жасымда өз-өзіме қол жұмсамақ болдым. Егер мен солай істесем, мен әйелімді кездестірмес едім. Балалы болмас едім. Ешқашан аратыр болмас едім. Сіз бас тартпаңыз. Өйткені сіз бұрылмайынша алдыңызда не күтіп тұрғанын ешқашан білмейсіз.